Сәлем достар, біздің фермамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз үй құстарымен танысамыз. Алдыңғы бөлімде біздің балапанымыз адасып кеткен еді, бүгін ол жанұясына қайта қосылды. Балапан, енді анаңның қасынан ешқайда кетпе, жарай ма? Балапан тауықтың баласы. Балапанның түсі сары, жүні үлпілдек, жұмсақ. Балалар, бірге балапан сөзін қайталайықшы. Балапан, балапан, балапан. Дұрыс. Тауық. Адамзаттың ең кең тараған үй жануарларының бірі. Еті мен жұмыртқасын, қауырсыны мен мамығын алу үшін өсіріледі. Тауықтың басқа құстардан айырмашылығы, ол ұша алмайды. Балалар, қайталаңдаршы. Тауық, тауық, тауық. Дұрыс. Әтеш. Әтеш танымал құс. Барлық еркек тауықтарды әтеш немесе қораз деп атайды. Таң атқанда әтеш кукареку деп шақырып, адамдарды оятады. Әтештер жабайы табиғатта өмір сүрмейді. Өйткені олар ұшып немесе жылдам жүгіре алмайды. Балақайлар, есте сақтап алыңдар. Әтеш. 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 Бәрекелді. Қаздардың 40-тан аса түрлері бар. Қаздар көбінесе құрғақта өмір сүреді. Су оларға сусындау, түлеу және кейде демалу үшін ғана керек болады. Олар суда жақсы жүзе алады, бірақ сүңги алмайды. Қайталаймыз. Қаз, қаз, қаз. Дұрыс. Үйрек негізінен су құстар болып табылады. Оларды тұщы суда да, теңізде де кездестіруге болады. Үйректің жабайы да, үй құстары болып табылатын да түрлері бар. Үйрек немесе қаз мамықтарын пайдалана отырып, жастық, көрпе жасауға болады. Балалар, есте сақтап алыңдаршы. Үйрек, үйрек, үйрек. Дұрыс, осылай. Балақайлар, бүгін біз үй құстармен танысып шықтық. Келесі жолы сендерге басқа да жануарлар туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп болмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.